Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін біз Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ұрпағы Ибрахим ата жайлы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Яссауи бабамыздың ұрпағы, яғни ұлы жайлы екі нұсқада бір дерек таптық. Ол Қожа Ахмет Яссауи есімімен байланысты аңыз әпсана хикаялар кітабында. Оны басқаша кішкене болсын өзгермес үшін оны нақты кітаптан оқып беруді жөн көрдік. Ал ендеше бастаймыз. Садыр ата Қожа Ахмет Яссауидің ағасы, ол әулие адам болған екен. Қожа Ахмет Яссауидің баласы жас болса да аңға құмар болыпты. Қара сүйір тауын жайлаған бір рулы елмен Қасен Шайх әулеті тау өзенінің суын үшке тең бөліп, егін егіп күн көріп жүріпті. Бірде Әзірет Сұлтанның баласы садақпен аң аулап жүргенде, оның садағының екі жебесі қара сүйір руының құлақ арығына қадалып, суға бөгет болыпты. Қара сүйір руының сушысы неге су болмай қалды деп келсе, сағадан екі садақ оғын көреді. Төменгі жағында садақпен аң аулап жүрген Әзірет Сұлтанның баласына келіп, «Мынауың не?» депті. Бала, «Мен білмеймін» дегенде, әлгі сушы қолындағы кетпенмен баланың басын шауып, денесін сонда тастайды. Басын легенге салып, бетіне ақ шүберек жауып, Әзірет Сұлтанға «Мынау біздің қара сүйір адамдарынан сауға» деп алдына қояды. «Ей бие» деп піспей үзіпсіңдер дейді Әзірет Сұлтан. Сонда Садыр Шайх қылышын суырып тұра ұмтылғанда Әзірет Сұлтан оны тоқтатып, «Мен дуа етемін, барсаң риза емеспін, қылыш жұмсама» дейді. Бұған Садыр Шайх өкпелеп, қойлақы ата жаққа кетеді. Яғни, Яссауи бабамыздың баласы өте аңға құмар болған, сөйтіп жүріп қара сүйір деген рулы елге жолығып, сол жердің суына кедергі келтірген, ішіп жатқан, егін суарып жатқан өзеніне. Сөйтіп содан ол кісінің баласының басын шауып, Яссауи бабамыздың алдына алып келгенде, Яссауи бабамыз еш не қылмастан «Ей бие» деп піспей үзіпсіңдер, яғни жетілмей тұрып не қылсыңдар дегенде қылады да, бірақ ол кісіге жаңағыдай бір қатты қарсылық танытпайды. Және де ағасы Садыр Шайх оған қарсылық көрсетпекші болып қылышын алған кезде, Яссауи бабамыз оны қайтарып, егер сен қазір ашулансаң, онда мен сен еш уақытта кешпеймін деп, мен оларға өз дұғамды берем деген екен. Ал екінші нұсқа бойынша, Сури халқы қаншама таяқ жегендеріне қарамастан, қожамен жауласуын қоймайды. Яғни Яссауи бабамызбен. Қожаның Ибрахим деген бір ұлы және бір тамаша аты болады. Бір күні оны кім ұлымның өлім хабарын естіртсе, соған атымды беремін деген сөзі Сури халқының құлағына жетеді. Күндердің бір күніне Шахзада Ибрахимді бір ағаштың түбінде ұйықтап жатқан жерінен басын кесіп алып, оны бір сүлгіге орап, қожаның алдына әкеліп тастайды. Қожа олардан бұл не деп сұрайды? Жаңа піскен қауын әкелгендігін айтады. Қожа істің мән жайын түсініп, іші өртене отырып, бәрі бір атын береді, және соңынан қан дауы болып, араларында мәңгі бақи дұшпандық болмасын деп, өлтірген адамға қызын да береді. Яғни, хикая бойынша Қожа Ахмет Яссауи бабамыз егер кім-кім ұлымның жағы өлімін естіртсе, оған өзінің бір керемет атын беретін болған. Соны естіген Сури халқы бір таудың түбінде жатқан Яссауи бабамыздың баласын басын шауып алып, оны сүлгіге орап әкеліп береді. Яссауи бабамыз ешқандай қарсылық танытпастан ол Сури халқына жаңағы керемет атын береді, және де екі халық арасында өшпенділік қан дау болмас үшін ол қауымға қызын да берген екен. Яғни Ибрахим бабамыз жайлы осындай мәлімет бар. Қазір біз Ибрахим бабамыздың кейбір кісілер бір жерде жатыр дейді, Түркістан қаласында, кейбір кісілер ол жерде қаны тамған дейді, сол жерге барып сіздерге көрсететін боламыз. Мынау Түркістан қаласының военкоматы, және де мынау Жолбарысхан көшесі. Әрмен қарай, бұлай қарай Қазбек би көшесі басталады мұнан, және де ар қарай шықсаңыздар, мұна жаққа қарай. Ол Телман, яғни қазіргі атауы Әмір Темір аялдамасына қарай барасыздар. Осы бір қиылысқан жерден
Былай ішке қарай кірсеңіз, Жолбарысхан көшесінен кіргеннен кейін кішкенеден кейін сол жағыңызда мына жерге кіресіз. Қазақ Медиасауи ұстазымыздың ұрпағының жатқан жері болсын, мейлі қан тамған жері болсын, оны көріп көзбен неғыл біз үшін үлкен бір әсер қалдырады. Сол себептен сіздер де осы бір нәрсені зерттеуге, ары қарай осыны кеңінен ізденуге сіздерді де шақырамын. Құрметті достар, көрермендер, біз тарихсыз кімбіз? Өзіміздің тарихымызды ысырып тастасақ, бізде не қалады? Ойланып көрдіңіздер ме? Сол себептен де біз еліміздің, ұлтымыздың тарихының әрбір табылғанына өте бір қатты мән беріп, соның зерттелу жолында атсалысуымыз қажет. Және де бүгін біз Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ұлы Ибрахим Шайхтың жатқан жері немесе қаны тамған жер деп арнайы түрде осы жерге іздеп келдік. Мына өздеріңіз көріп отырған құлпытастың орнында Ибрахим Шайхтың қаны шашыраған, қаны тамған, яғни қайтыс болған кезде басын шаққанда осында қан шашыраған деген немен осы жерге құлпытас қойылған. Кейбір кісілердің айтуы бойынша бұл жерде тек қана қан шашырамаған, өзі де жатыр деген ойда. Бұл нәрселердің бәрін анық-қанығын білу үшін үлкен бір зерттеу жұмыстары қажет. Көршілердің айтуы бойынша да бұл жерде қаны шашыраған деген ғана ойда. Және де бұл жерде құлпытастың жанында үлкен бір тал ағаш болған екен. Ол ағашты кезінде осы 90-шы жылдар екен, әйтеуір 60-таған екен. Бұның бәрін білу үшін үлкен зерттеулер қажет, және де бұл хикаялардың растығын, анығын Алла біледі. Ең бастысы біз өзіміздің тарихымызды білуге атсалысып жатырмыз. Құрметті достар, Шайх Ибрахим атамыз жайлы бүгінгі бейнеролигіміз осымен тәмам. Алдағы уақытта терең зерттеулер жүргізген уақытта тағы да сіздерге түсіретін боламыз арнайы түрде. Әрдайым Сәкелаев арнасын қарап, қолдап жүріңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош аман болыңыздар. Тәңір болсан медетін, Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Еңіре-бірлер тусанып, намыспен белін бозанып, жауларын жайпап жусатып, ай-ай-ай арланды. Қолда да бұлғырғанып, жақсыдан үнсіз сыртанып, жүзін